Достар, сәлем. Бүгін сіздерге ерекше тәтті пирог рецептін ұсынамын. Бұл пирог кез келген дастарханның көркін келтіріп, өзіңіздің де, қонағыңыздың да көңілінен шығары сөзсіз 100% дайындауға тұрарлық керемет рецепт. Дайын болсаңыздар, бастайық. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға қант қосып, екеуін жақсылап, сары май ағарып, қант ерігенше араластыру керек. Одан кейін жұмыртқаны бір-бірден қосып, араластыруды жалғастырамыз. Достар, Let's Cook KZ арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала еленген ұнға 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосып, екеуін араластырып алған соң жаңағы массаға саламыз. Осы жерде кукуруз крахмалы мен кішкене тұздан да қосып жіберіп, барлығын бір келкі болғанша араластыру қажет. Пирогтың қамыры дайын, достар, көріп тұрғандарыңыздай, ол қаймақ секілді сұйықтау болады. Енді осы қамырды формаға құйып, силикон таяқшасымен мінекей осылайша бір қалыпты тегіс етіп, жан-жағына жағып шығамыз. Ал пирогтың салмасы үшін сүзбеге қантпен бір жұмыртқаны жарып, блендер немесе шанышқымен барлығын бір келкі болғанша араластыру керек. Осымен сүзбелі салма дайын. Енді пирог ерекше дәмді және әдемі болу үшін оған қосатын жидектерді алдын ала осылай крахмалға аунатып дайындап қойған жөн. Пирогтың бетіне себетін штрейзель үшін тоңазытқыштан енді ғана шыққан сары майға қант пен ұн қосып, ұнтақ болғанша қолымызбен мінекей осылайша араластырамыз. Мінекей достар, біздің штрейзель дайын. Ал қазір пирогты жинап бастаймыз. Ең бірінші жаңағы қамырдың үстіне сүзбелі салманы құйып, оны кішкене тегістеп аламыз. Одан кейін дайындап қойған жидектерді саламыз. Және ең соңында пирогтың бетіне штрейзель сеуіп шығамыз. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Дайын болғаннан кейін пирогты алдымен бөлме температурасында суытып, кейін тоңазытқышта 3-4 сағат сақтаған абзал. Мінекей достар, керемет пирог дайын, өте дәмді болып шықты. Біз бір отырғанда барлығын қалайша бітіргенімізді байқамай қалдық. Супер рецепт. Осындай рецепт үшін лайк пен комментарияларыңызды аямай қалдыра кетіңіздер. Қазір пирогты сіздерге кесіп көрсетемін. Мінекей достар, қараңыздар, қандай әдемі болып піскен. Дәмі деген енді супер, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.